Сәлем достар, сіздермен бірге мен Дарджома және бүгін қонақта Султан Еділ. Түсіруге арналған штатив, мынандай стабилизатормен бірге. Мынандай видеоға план жазу үшін осындай доска алған. Мынандай штатив алған, тағы да освещение лампа, мынандай нелер, неше түрлі заттар, планшет для обработки, мынандай целый комплектпен, мынаны компьютер, мынаны қара, ё-моё, все это для тиктока. Не то. Тиктокер, блогер, вайнер, продавец года және де просто хороший человек Султан Еділ. Султан Еділ, жағдайың қалай? Сәлем достар, жағдайым жақсы. Өте Өмірге деген интересің жоқ қой, кім бауырым, бетіңе айтайын. Бетіңе. Артынан сөйлемеймін, сен бетіңе айтам. Өмірге деген сенде желание жоқ па? Бүйтіп жүресің. тиктокта или ютубта қанша подписчик жинағыңыз келеді? Тикток миллион подписчиков, YouTube даже 100 тысяч потерял еще. Как можно было вообще? Вот пиздануть такое, блядь. Ну, я серьезно, блядь. Вы же, не во дворе, все-таки же на интервью были. Не во дворе с пацанами стояли, типа, а у меня секстиллиардов. Оған деген сендер қандай өнерің бар? Мен сурет салам. Суреттер салған кезде сенің миыңа қандай мыслелер келеді, соны айтып берші. Во-первых, то, что они вообще не убогие. А то, что они неординарные, не похожи на других и отличаются от всех со скрытым смыслом. Болашақта осы фото суреттерін сатуға идея бар ма? Или тикток түсіресің осылай сурет салып? YouTube маған қызық болмады. И сені көрдім. Самый бездарный человек на свете. И он тоже что-то добивается, и я думаю, почему? Я что, хуже, что ли, нет? Я ничего не делаю, я просто выхожу и вот так делаю. Все нормально, красавчик. Мен қазір суреттерімді сатуға қойдым. Біреусін ғана криптовалюта түрінде NFT форматта. Продаю на Wildberries. Также, получается, слегка зарабатываю в крипте. Если Я работаю в криптовалюте. Где вы работаете? В криптовалюте. это можно сказать заработком. Моя главная мечта — это избавиться от долгов. 17 миллионов общий долг у меня. Сені криптовалюта қалай қадады? Мені криптовалюта 10 ай қадады, ең басындағысы степен. Эмоциональный кайф. Тағы да. Душевное наслаждение. 20 жастан, 25 жастан асқан жігіттерге, қыздарға өте көп қойылатын сұрақ. Неге үйленбей жүрсің? Уақыт келмеді, әлі жаспын. Пластмасса әйел болса да алып ал деп те айттым, шын айттым. Күніне қанша рет сұрайды, қашан үйленесің деп? Мне қанша рет сұрайды? Аптасына бір рет сұрайды. Неге бір рет болса? Постоянно егізі. Осымен сұхбат аяқталды. Лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Пока.